Сәлеметсіздер ме, балалар? Сіздерді жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Мен сіздерге мемлекеттік тілде іс жүргізу пәні бойынша сабақ жүргізетін боламын. Аты жөнім Мұхамбетқалиева Гүлмира Шалгезовна. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Балалар, біздер қандай мемлекетте өмір сүреміз? Дұрыс айтасыңдар, тәуелсіз мемлекет Қазақстан Республикасында өмір сүріп жатырмыз. Әрбір тәуелсіз мемлекеттің мемлекеттік тілі, рәміздері бар. Біздің мемлекетіміздің мемлекеттік тілі қазақ тілі. Міне балалар, бүгін мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәнінен бірінші сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы құжат туралы түсінік және оның қызметі. Государственный язык – это язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории государства. Что такое делопроизводство? Делопроизводство – это отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и организацию работы с офисными документами. Итак, как видно из приведенных определений, документ – это носитель информации, а делопроизводство – процесс создания, обработки и хранения документа. Цели и задачи дисциплины делопроизводства на государственном языке – это, первое, изучить основные понятия и термины дисциплины, изучить историю развития делопроизводства в Республике Казахстан, изучить правила составления и оформления управленческих документов на государственном языке. Енді бүгінгі дәрісті оқимын, сіздер де менімен қосылып оқып отырыңдар. Құжат деп қандай да бір зат туралы ақпаратты тіркеуге, беруге және сақтауға қызмет ететіннің барлығын атаймыз. Басқаша айтқанда, құжат ақпараты бар материалдық тасымалдаушы. Мұндай тасымалдаушы ретінде қағаз, компьютер дискісі, фото және кинопленка және тағы да басқалары қызмет етуі мүмкін. Іс құжаты әкімшілік ақпаратты белгілеу үшін қызмет етеді. Құжат ұғымы өзінің даму жолында айтарлықтай өзгерістерге ұшыраған. Латын сөзі «docu» алғашында үйретемін, хабарлаймын деген мағынаны берген. Кейіннен туындаған сөздің тар мағынасында алатын болсақ, айғақ дәлел, куәлік мағынасын беретін документум түрі ғылыми және практикалық қызмет саласының көпшілігінде ұзақ уақыт пайдалануда тұрақтап қалған. Орыс тілінде документ, яғни құжат ұғымы 17 ғасырда пайда болды. Бірінші Петр оны письменное свидетельство, демек жазбаша куәлік ретінде аударып, сол арқылы құжаттың құқықтық мәнін белгіледі. Ожеговтың орыс тіл сөздігінде құжат ұғымына 3 түрлі мәнде түсінік беріледі. Біріншісі, қандай да бір фактіні немесе бір нәрсеге қатысты құқықты растайтын іс қағазы. Екінші, ұсынушы тұлғаны ресми куәландыратын нәрсе, төлқұжат және тағы басқалары. Үшінші, жазбаша куәлік. Ал шетелдік сөздердің түсіндірме сөздігінде бірінші, жазбаша куәлік, айғақ. Мысалы, оның тарихи құжаттық сипаты бар. Екінші, заң. Заң жүзінде белгіленген тәртіппен жасалып, заңды фактіні куәландыратын туу, некеге тұру куәлігі, немесе қандай да бір іске құқық беретін диплом, өсиет, акт,
Сөздің кең мағынасында заңды күші бар немесе қызметтік сипаттағы кез келген жазбаша акт. Үшіншіден, төлқұжат, жеке куәлік. Құжаттың жалпы функциялары. Бірінші, әлеуметтік. Құжат әлеуметтік мәнге ие объект болып табылады. Өйткені ол әлеуметтік қажеттіліктен туындаған әрі сол әлеуметтік жүйеде жүзеге асырылады. Екінші, ақпараттық. Құжат ақпаратты жазып алу, сақтау және тарату құралы ретінде қызмет етеді. Үшінші, қарым-қатынастық. Құжат қоғамдық құрылымдар мен жеке адамдар арасында байланыс құралы ретінде жүреді. Ол жай хабарландырып қана қоймайды, сонымен бірге қоғамдық сананы шоғырландырып, бірыңғай пікір қалыптастыруға, ұжымдық реакция туғызуға, бүкіл қауымды жұмылдыруға ықпал етеді. Төртінші, мәдени. Құжат әлеумет тәжірибесі мен мәдени дәстүрлерді бекіту және оларды болашаққа қалдыру құралы ретінде қызмет етеді. Құжаттың арнайы функциялары құқықтық, дәрістік, танымдық. В русский язык слово «документ» пришло во времена Петра I и первоначально имело значение письменного свидетельства. Документ – это материальный объект, документ – носитель информации, документ – документированная информация. На сегодняшний день документы выполняют несколько основных функций. Общие функции документа – информационные, социальные, коммуникативные, культурные. И специальные функции документа – управленческие, правовая и историческая. Балалар, енді тапсырмаларды орындаймыз. Экранда терминдер берілген, осы терминдерді дәптерлеріңе жазып аласыңдар. Іс қағаздарын жүргізу, дел производства. Іс қағаздарын жүргізу бұл құжаттар дайындау және кеңсе құжаттарымен жұмыс жүргізуді қамтамасыз ететін қызмет саласы. Заңдық күш, юридические силы. Заңдық күш құжаттың қолданыстағы заңнамаға, оны шығарған органның құзыретіне, ресімдеудің бекітілген тәртібіне байланысты болады. Үйге берілетін тапсырма. Дәрісті көшіріп жазып аласыңдар. Мәтін бойынша, яғни дәріс бойынша сұрақтар дайындайсыңдар. Терминдерді дәптерлеріңе жазып алып, жаттайсыңдар. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.